Айдананың көңіл күйі қалай екен? Айдана, сіз 7 мамырға дайындалып жатсыз ба? Әлде әдетте 7 мамырда? Құттықтайсыз ба несі үйде ағаларды? Жұма десе, қандай күн жұма ма? Жұма емес? 7 мамырға қандай сыйлық күтесіз? Сыйлық па? Иә. Бір-екі жақындарым айтып қойған, бір әтірім бітіп бара жатыр еді, сол әтір берсеңіздер қуанып қалар едім деп. Баршаңызға құрметті достар, қалайсыздар? Ал қайырлы күн баршаңызға құрметті достар, қалайсыздар? Историяға шықпай кеттік, что-то білмеймін неге. Жұмыстар көп болып кетті ма? Күн қайырлы, берекелі болсын. Қалайсың? Привет баршаңызға. Сол, мен де шықпай кеттім сұрсызға. Жалпы бір жаңалық дегенде бір... Короче, осы суббота, воскресенье, если что, боспын. Той болса хабарласыңыздар, керемет скидкалар болып жатыр. Сөз, бүгін эфирді жіберіп алмаңыздар. Болады ғой. Адидас па күшті болады ғой, манжетпен ше. Адидас қара. Түсі қара. Бұл кісі бір көйлек әбішет еткен өзіне. Ернар ма? Жағасы да. Ертең сол 7 май жақындап келе жатыр деп қойсаңызшы. Иә. Мен де бұған бір қамшы сыйласам. Ернар мен Садалеттің сыйлықтарынан кейін Садалет Ернарға көп сыйлық беріпті. Енді өзі күтіп отқан жайы бар. Осы екі жігіт ар ұятына берсін. Осы екі жігіттен кейін Нұржан айтады, мен өте аз сыйлық қойыппын дейді. Мен де бір заказ берсем. Болады екен ғой, несі айтуға, иә? Айттым ғой, ұялмай айтыңыз деп. Маған бір жақсы бір аяқ киім болса бүлчейді. Мысалы, дұрыс қой, жігіттер, қыздар айтып жатады, маған мынандай берсін деп, неге айтпасқа? Негізі, мен сәл ұялып қаптым жаңа әлде ше. Анау деп қойып кетіппін мен. Негізі маған да бір парфюм болса, бір аяқ киім болса, жақсы бір мөлдірек. Жақсы сыйлық алған неге жаман, е? Несі жаман, е? Еркектер айтпайды жар десем, мыналар кәдімгі заказ беріп жатыр. Сіз ұялып айтпай беріңіз. Ұялып айтпай жатсам, маған бір жақсы парфюммен аяқ киім болса деп отырмын енді.